Сәлем құрметті көрермендер. Ең соңғы жаңалықтарды алғашқылардың қатарында білгіңіз келсе, біздің арнамызға жазылуды және де бір ғана лайк түймесін басуды ұмытпаңыз. Лайк басқан қолдарыңыз Кабатулланың қабырғаларын ұстасын. 2023 жылғы қадір түні белгіленді. Ол сәуірдің 17-сінен 18-іне қараған түнге сәйкес келіп тұр, деп хабарлайды Массагет КЗ тілшісі. Қадір түнінде не істеу керек? Қадір түні басталғанға дейін толық дәрет алған жөн. Сонымен қатар, теріс ойлардан жаны мен жүрегін аулақ ұстаған дұрыс. Осы түнде жасаған күнәлар үшін кешірім сұрап, өкініп, көп дұға еткен жөн. Құлшылық жасап сауапқа кенелетін ең ұтымды уақыт қадір түні. Сонымен қатар, Құран оқып мағынасын түсініп, діни білім алған абзал екені айтылады. Ал қадір түнінде не істемеу керек? Зиян нәрселерден аулақ болған жөн. Дінге рұқсат етілмеген нәрселерді істеуге болмайды. Мысалы, ішімдік ішуге болмайды. Біреудің сыртынан ғайбат айтуға, бос әңгімеге үйір болуға болмайды. Түнде ұйықтамаған абзал, оның орнына құлшылық еткен жөн. Ұрсуға, біреу туралы жаман нәрсе айтуға болмайды. Фильмдер мен ойын-сауық бағдарламаларын көріп уақытты бос өткізуге болмайды. Нұрлан имам бұл түнді шама келгенше құлшылықпен өткізуге кеңес берді. Құрметті көрермендер, осы түнде жасаған дұғаларыңыздың барлығы қабыл болсын. Осы бейнені көптеген достарыңызға жіберіп, астындағы бір ғана лайк түймесін басуды ұмытпаңыз. Сіздерден Алла разы болсын. Сау саламат болыңыз.